Андрей Михайлович, қазақ стайлдың келесі қарсыласы. Кәсіпқой бокста әлі жеңіліс көрмеген бұл жаңа зеландиялық боксшы рингте өзін еркін ұстайды екен. Және мен орыспын деп айғайлағанды жақсы көреді. 13 шілде күні Жәнібек чемпиондық белдіктерін осы боксшыға қарсы қорғайтын болады. Осы орайда біз жаңа зеландиялық боксшының мансабына көз жүгірте кетуді жөн деп шештік. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік бокс жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксинг арнасына қош келдіңіздер. Андрей Михайлович Триссен 1997 жылы 19 желтоқсанда Ресейдің Санкт-Петербург қаласында дүниеге келеді. Өзінен бөлек егіз сыңары бар екен. Туыла сала әке-шешесі бас тартып жетімдер үйіне өткізіп тастайды. Ол жақта егіздерді 1,5 жасқа толғанда жаңа зеландиялық ерлі-зайыптылар бала етіп алып жаңа Зеландияға алып кетеді. Дегенмен бұл жақта да өмір оңай болмаған көрінеді. Андрей 11 жасынан бастап есірткіге әуестенеді. Алайда дер кезінде тоқтап 15 жасынан бастап бокспен шұғылдана бастайды. Әуесқой бокста жаңа Зеландияның бірнеше дүркін чемпионы болған ол 2018 жылы 21 жасында кәсіпқой бокстағы мансабын бастайды. Михайловичтің жекпе-жектерінің барлығы тек жаңа Зеландия мен Австралияда және сол елдің боксшыларына қарсы өткен екен. Бұл боксшының танымалдылығы 2021 жылдың маусым айында өткен жекпе-жегінен басталады. Сол кезде өзінің отандасы Алекс Ханан есімді боксшымен желіде сөз таластырып қалады. Осылайша бір-бірін жек көруге дейін барған олардың пікірталасы жекпе-жек басталар сәтте Хананның қарсыласын тура өкпе тұсынан ұрып жіберуіне дейін алып келеді. Соққы ауыр болғанмен Михайлович сыр бермейді. Жалпы екі боксшының да деңгейлері шамалас екен. Екеуі де сол жаңа зеландиялық қарсыластарды ұтып, жеңілмеген деген статистика жинап алған. Дегенмен екінші раундта хук соққысына хук соққысымен жауап берген Михайлович қарсыласының алдын орап кетеді. Ары қарай есеңгіріп қалған қарсыласын Андрей жібермейді. He wobbles back up. 35 seconds to finish. He takes another shot and more. And here they come and there's the stoppage. Осы жекпе-жек YouTube'да қарсыласының жазасын берді деген атпен кеңінен таралып кеткен көрінеді. Арада бір жыл өткенде 2022 жылдың жазында Михайлович венесуэлалық боксшы Эрнесто Эспананы нокаутпен жеңіп, WBO Global белдігін жеңіп алады. Бұл оның мансабындағы алғашқы белдігі болатын. Switching now is Espana and Mikhailovic turns the right hand around. I've got to think this Espana's 40 years old, he's hurt. He is hurt, big shots Mikhailovic. He's pouring big shots in and there's a right hand and another is over. Blood on the face of Mikhailovic in the final exchanges, but it was him. Andre Renegade Mikhailovic! 2023 жылдың көктемінде ол тағы бір венесуэлалық боксшы Эдисон Салтаринмен кездеседі. Бұл қарсылас әлі жеңіліс көрмеген екен. Әрі Салтарин Америка жерінде жұдырықтасып біраз тәжірибе жинаған боксшы. Соған дәлел ретінде ол алғашқы секундтақ Михайловичті хук соққысымен ұрып құлатады. Орнынан атып тұрған Андрей есе қайтару мақсатында қарсыласымен қоян қолтық ұрысқа кіріседі. Using his lead long, but this is a real shock start for Andre Mikhailovic, but now he's not. This is an inside fight. Both guys are tall and long. Бұл қашықтықта венесуэлалық боксшының тәжірибесі әлдеқайда көп екендігі көрініп тұр. Бірақ қанша соққы өткізсе де әлі жас Михайлович алған бетінен қайтар емес. Just has to survive this round as Andre Mikhailovic because Saltarin has come out. See Saltarin's trying to work his way in. He wants to be on the inside where he can put that right. Catches him with the left. And the uppercut again. Saltarin, he's putting the overhook there. He's tying him up. Waiting. Ары қарай да сол тактикамен жекпе-жек жалғастырған Андрейдің бір беткейлігі нәтижесін беріп, 5-ші раундта венесуэлалық боксшы тізе бүгеді. One over
the top. Now he goes to work. Andre Mikhailov stuck on the ropes, punching himself out of the ropes, and he's dropped him. And he's dropped him. Zoltaran's still showing On Clint ropes. closely. And Zoltaran's 4. It's over. It's done. Осылайша өзінің мінезді боксшы екендігін тағы да бір дәлелдеген Михайлович көрермендерге арнап бір билет те береді. Осы жекпе-жектен соң IBF рейтингісінде бірнеше саты жоғарылаған Михайловичке промоутері чемпиондық жекпе-жекке міндетті үміткер дәрежесін кездесу ұйымдастырады. Бұған Андрейге көмекке австралиялық Лес Шерингтон есімді ардагер боксшы көмекке келеді. Оны жеңу үшін Михайловичке 1,5 минут қана жеткілікті болған екен. Осылайша Андрей Михайлович Жәнібектің қолындағы IBF чемпиондық белдігіне міндетті үміткер атанады. Қазір оның мансабында 21 жеңісі бар. Оның 13-і нокаутпен екен, әлі жеңіліс көрмеген. Жалпы Михайлович мінезді табанды боксшы екен. Дегенмен мұхиттың ар жағынан асып көрмеген бұл боксшының тәжірибесі қазақ стайлынан әлдеқайда аз. Бокста бір ғана мінезбен жеңіске жету қиын нәрсе. Жаңа Зеландиялықтың қарсыласты құлаталар соққысы бар болғанымен жылдамдық жетіспейтін секілді көрінеді. Ауыр соққыны иемдену бір бөлек, ол соққыны қарсыласқа тигізу екінші жұмыс. Ал Жәнібекке келер болсақ, отандасымыздың да чемпиондық мінезі асып түспесе кем емес. Оны қазақ стайл талай рет дәлелдеп те берді. Мұнда екі боксшы жұдырықтасқанда таразы басы кімнің техникасы жоғары, соққысы жылдам, тәжірибесі көп, соған қарай ауатын болады. Бұның барлығы әрине менің өз ойым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы.